Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сахарный бумагадан топпер жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен осылай керекті суретті сахарный бумагаға шығарып, шет-шеттерін қырқып шығамыз. Осылай аккуратно қырқып аламыз. Одан кейін мастикамызды 4-5 мм қалыңдықта жайып аламыз. Содан кейін декор гельді сахарный бумагаға жағып, мастикаға жабыстыратын боламыз. Содан кейін мастикаға жабысқан сахарный бумаганы шет-шеттерін абайлап қырқып аламыз. Ең соңында шпажканы осылай мастикаға кіргіземіз және кептіріп қоямыз. Үлкен суреттерге осылай үшеу, кішкентайларға біреу жеткілікті. Ал тортта осылай көрінеді.